Бәріне сәлем. Бүгін аргументтің өлшемдері туралы сөйлесетін боламыз. Бұл тақырып өте маңызды, өйткені осы арқылы өзіміздің аргументтерімізге қарап, оны талдап, олардың қаншалықты тиімді, сенімді және дәлелденген екенін көруімізге болады. Осыған бір мүмкіндіктер береді осы өлшемдерді қарастыруымыз. Сонымен қатар қарсыластарымыздың аргументтеріне осы өлшемдер арқылы баға бере алатын боламыз. Енді шындықтан бастаймыз. Аргумент шындыққа негізделген болуы қажет, және жалған ақпаратпен байланыстырылмауы қажет. Неге бұл маңызды? Өйткені біздің аргументтер шын әлемде болып жатқан мәселелерді шешуге бағытталған. Сондықтан шын әлемдегі мәселені шешу үшін аргументтеріміз шынайы болу керек. Егер аргумент өтірікке негізделген және өтірікке негізделген болса, сол ойдан шығарылған өтірік әлемнің мәселесін шешуге бағытталған болады. Демек, ол аргументтің негізгі мақсаты орындалмайды, ал аргументтің негізгі мақсаты қарарда берілген мәселені шешіп, және белгілі бір біздің мақсатымызға жеткізу керек болып табылады. Мысалы, барлық қару-жарақ заң жүзінде рұқсат етілген елдерде осы қарулармен жасалатын қылмыстар саны көп. Бұндай жағдайлар аргументтер айтылу мүмкіншіліктері бар, бірақ та бұл толық шындық емес, бұл өтірік болып табылады. Өйткені Швейцария секілді, Эстония секілді, Норвегия секілді мемлекеттерде әлі күнге дейін қару-жарақ заң жүзінде рұқсат етілген, бірақ бұл елдер әлемдегі ең қауіпсіз елдер болып табылады. Швейцарияда әр ер адам әскери дайындықтан өтеді, және әр үйде карабин бар, жаңағыдай винтовкалар, қару-жарақтар бар. Швейцарияда адамдар қарумен жүгіріп жүрген жоқ қой. Норвегияда адам санынан шыққан кезде өте көп қару-жарақтың концентрациясы бір жерде шоғырлану деңгейі өте жоғары Норвегияда, бірақ ол жақта да, Эстонияда да рұқсат етілген қару-жарақ, ол жақта да барлық жағдайлар қазіргі кезінде жақсы болып табылады. Бірақ әлі де ескеруіміз керек, қару рұқсат етілген мемлекеттерде қарудың қолданылуымен жасалатын қылмыстардың көп болу мүмкіншіліктері әлі де бар, ондай мысалдар бар. Мысалы, ол Бразилия болуы мүмкін, бірақ әрқашан аргументтің толық шындық болуын қадағалап отыруымыз керек болып табылады. Келесі дүние ол маңыздылық. Егер тақырыпта берілген мәселені сіз ұсынған аргументтен бөлек басқа жолдармен шешу мүмкіншілігі болатын болса, онда сіздің аргументіңіздің маңыздылығы төменірек. Бірақ та сіздің айтып жатқан аргументіңізде қарастырмау керек деген сөз емес, ол да бір шешудің жолы болып табылады. Сол себепті оны да қарастыра береміз. Бірақ та бірінші кезекте алдымен жаңағыдай көбірек тиімді болатын жолдарды, көбірек тиімді болатын аргументтерді қарастырып, оларды көрсетіп, талдап кету қажет болып табылады. Мысалы, мынандай бір тұжырымдама бар: балалар арасында агрессия мен жауыздықты азайту мақсатында біз бейне ойындарға тыйым салуымыз керек деген. Біз тыйым саламыз деген ой бар. Бұл жолдың өзі ерекшеліктері бар, жаңағы өзінің спецификасы, бір белгілі бір әсерлер алып келу мүмкіншіліктері бар, жақсы дүниелер алып келу мүмкіншіліктері бар. Бірақ та біздер бұдан да маңыздырақ басқа да жолдар бар екендігін. Мысалы, әр мектепте психологтардың психологиялық жұмыс жасауы одан да маңыздырақ болып табылады. Және де осы психологтардың санына тағы да бір маңыздылыққа ие болып табылады. 100 балаға бір ғана психолог емес, әрбір сыныпқа бір психологтың болуы, ол да бір маңызды тиімді жолдардың бірі болып табылады. Одан бөлек мәселелі отбасылар болады ғой, проблемный отбасылар. Сондай мәселелі отбасыларды бақылауға алатын профилактикалық топтар болуы, және олардың нақты шынымен жұмыс жасауы бұдан да жақсы. Жаңағыдай осындай бейне ойындарға тыйым салғаннан гөрі көбірек бізге жаңағыдай тиімді әсерлер, жақсы дүниелер алып келу мүмкіншіліктері жоғарырақ болды. Аргумент маңызсыз болу себебі осы мәселені шешудің басқа да тиімдірек жолдары бар болу мүмкіншіліктері бар. Сіз
сіз айтқан аргументтен бөлек басқа да пікірсайыс мақсаты мәселені ең маңызды, ең тиімді жолмен шешу болып табылады. Шешу болғандықтан біз тиімдірек жолдарды талдауымыз керек, көрсетуіміз керек, салыстыра отыра талдап отыра салыстыра отыра жеңіске жетуіміз керек болып табылады. Келесі дүние бұл релеванттылық, қатыстылық, қазақша. Аргумент қаншалықты берілген мәселені шешеді, басқа мәселелерде емес, дәл осы қарарда берілген мәселені шешу керек. Біздің аргументіміз, біздің жолымыз. Біз айтылған мәселені шешуіміз керек, жаңа айтқандай, басқа мәселелерде емес, ағып шығатын, осы мәселеден шығатын басқа мәселелерде емес, дәл осы қарар сұрап тұрған мәселені шешуіміз керек. Мысалы, мынандай тұжырымдама. Пандемия кезінде ресторандар жабылмау керек, дәл жаңағыдай жабылмау керек деп есептейміз, өйткені адамдарға үйден тыс тамақтану ұнайды. Ресторанға барып шығып, кафеге барып тамақтану ұнайды. Әйел адамдарға, ер адамдарға, жалпы адамдарға ұнайды. Сол себепті адамдарға ұнайды болғандықтан біздер оларға тыйым сала алмаймыз, сол себепті біздер ресторандарды жаппаймыз деген бір тұжырымдама. Бұл жерде біз қандай мақсатқа жету үшін қандай мәселені шешіп жатқанымызды осы қарардың ұсынып жатқан анықтап алуымыз керек. Бәлкім біздер адамдарға сыртқа шықпас үшін және ауырып қалмас үшін біздер осы ресторандарды жауып жатқан шығармыз. Сондықтан бізге бірінші кезекте адамдардың қауіпсіздігі маңызды, содан кейін ғана ресторандардың ашық болу, жабық болу мәселесі болып табылады. Содан кейін ғана болып табылады. Біз оларға қауіпсіздікті қамтамасыз етпей ресторандарды аша алмаймыз. Адамдардың қалауы, олардың ресторандардың ашық жабық болуына ешқандай қатысы жоқ. Адамдар сыртта тамақтануды жек көруі мүмкін. Бірақ біздер ауру жоқ кезде, пандемия жоқ кезде, коронавирусқа дейін кейбір адамдар болды, сыртта тамақтануды жек көретін. Бірақ сонда да біздер ресторандарды ашып қойдық қой, жаңағыдай оларға тыйым салған жоқпыз. Біздің жеткіміз келетін мақсатқа адамдардың қауіпсіздігіне, олардың сыртта тамақтану қалаулары қатысы азырақ. Олар нені қаласа да біздер бірінші кезекте олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек, содан кейін барып басқа мәселелерді шешуіміз керек болып. Осы дүние қатыстылық дейтін дүние түсінікті деп ойлаймын. Иерархия деп аталады, құқықтарға да байланысты сондай дүние, иерархиясы бар, қайсысы маңыздырақ, қайсысы тақырыпқа сол мәселелерді, сол дүниелерді маңыздылық қоя отыруымыз керек, содан кейін барып басқа келер дүниелерді, одан шығатын мәселелерді, келер дүниелерді шешуіміз керек болып табылады. Келесі өлшем ол жүйелілік. Әрбір жаңа логика алдыңғы логикамен тікелей байланысуы керек. Менің қазір айтып жатқан сөзім қаншалықты алдыңғы айтқан сөзімнің қорытындысы болып табылады деп ойлануымыз керек өзіміздің басымыз. Немесе алдыңғы айтқан сөздерім қаншалықты осы сөздерімнің алғы шарты болып табылады. Егер біз жүйелі сөйлемесек, логикалық байланыстарымыз жеткіліксіз болып қалады, көптеген жаңағыдай жеткіліксіз тұстар қалып қоятын болады. Және егер біздің логикамызда жеткіліксіз тұстар көп болатын болса, онда біздің мәселеміз шешілмейді. Біздің мәселеміз шешілмейтін болса, біздің мақсатымызға жетпейміз. Егер біздің мақсатымызға жетпейтін болсақ, демек біздер осы раунда жеңіліп қалатын болады. Осы жерде мынандай тұжырымдама мысалын көрсетуіме болады. Егер біз жұмыс аптасын 4 күнге дейін қысқартсақ, жұмыс өнімділігі артады деген тұжырымдама бар. Мүмкін бұл өтірік, мүмкін бұл шындық, бірақ бізге нақты біздің білеріміз, мұнда қосымша түсініктемелер керек осы мәлімдемеде. Адамдардың өнімділігі апта ұзақтығына қалай байланысты? Байланысты емес пе, байланысты ма, осы дүние түсініксіз. Өйткені алдымен адамдарды өнімді жұмыс жасауға не итермейтін нәрселерді көрсетуіміз қажет. Содан кейін осы аптадағы жұмыс күндерінің санының әсерімен екеуін салыстыру керекпіз. Және нәтижесін көрсете аламыз керек. Егер осы дүниелер жасалса, онда осылай мәлімдей аламыз. Бұл мәлімдемені жасау үшін бір қолдаулар, қосымша түсініктемелер қажет болып табылады. Мысалы, мынандай түсініктемелер болуы мүмкін. Адамдар көбірек демалады, адамдарда көбірек мотивация болады, адамдарда көбірек күштері болады, тағы басқа деген сияқты қосымша бір салыстырмалы ақпараттар болу керек. Сол кезде біздер мүмкін бұл мәлімдеге сенетін боламыз. Егер біз осындай қосымша түсіндірмелерді айтпай, осылай мәлімдеме
мәлімдей салсақ осылай, онда жүйелілік жоқ болады және түсіну азырақ болады. Және соңғы өлшем өз өзіне қарсы келмеу. Аргумент бір сәтте дәлденіп, бір жағынан дәлденіп жатады, бір жағынан өз өзіне қарсы келіп жататын мүмкіншіліктер болады. Бұндай жағдайлар әсіресе аргументтердің саны көп болған жағдайда болады. Және біздер жүйелілік болмаған кезде осындай өз өзіне қарсы келетін мүмкіншіліктер пайда болады. Бір мысал айтуға болады, мынандай бір тақырыптарда біз өлім жазасын енгізгіміз келеді. Неге? Өйткені біздің өлім жазасы ол ең ауыр жаза түрі, адамдар ол жазадан қорқатын болады және сол қылмыстарды жасамайтын болады деген логика бар. Және дәл сол сөзде ол адам айтады, біздер осы арқылы адамдардың ең ауыр жаза түрі өмір бойы түрмеде отырудан аман алып қалу мүмкіншілігіміз пайда болады. Адамдар жаңағыдай өмір бойы түрмеде отырып қиналмайды, олар өмір бойы жаңағыдай қысымның астында немесе қоғамнан шет қалуының қысымдарының сол әсерлерде өмір сүрмейтін болады, олар сразу өлім жазасына кететін болады, қиналмайтын болады деген сияқты. Бірақ та бұл жерде көріп отырғанымыз бір жағынан өлім жазасын ең ауыр жаза ретінде көрсетіп тұрады да бірінші сөздерінде. Сосын екінші сөздерінде одан да ауыр жаза түрі бар, ол жаңағы түрмеде өмір бақи отыру деген сияқты қылып көрсетеді. Бір-біріне қарсы келіп да. Және соңғы дүниесі үкімет қорқынышпен ұстайтынын айтады да, адамдар қорқатын болады, ол қылмыстар жасамайтын болады. Екінші жағынан бір өмір бақи түрмеден аман алып қалып, қайырымдылық жасап тұрған сияқты қылып көрсетіліп тұрады. Сол сияқты бір логикалардың, бір мәлімдемелердің бір-біріне өз-өзіне қарсы келмеуі керек болып табылады. Басқа мысал осы жерде көрсетілуге болады. Ресторандарда ең маңызды адам ол тұтынушы, өйткені ол ақша береді. Мен меңгеруші ретінде, әкімшісі ретінде, осы админ ретінде осы ресторанда балалар зонасын клиенттерге ұнайтын болса да алып тастау керек. Балалар зонасына, балалар ойнайтын, балалар мультик көретін зонаны тағы да үстелдіріп қойса ыңғайлы болатын секілді біздің ресторанға. Ол клиенттерге ұнайды ма, ұнамай ма, бізге маңызды емес. Сол жерге мен админ ретінде, меңгеруші ретінде не істеп жатырмын, шешім шығарып жатырмын. Мен солай есептеймін, алып тастау керек. Бұл жерде де қарсылықтың, қарама-қайшылықтың болып тұрғанын көріп жатырмыз. Бірінші сөзде ресторандағы ең маңызды адам ол тұтынушы, екінші сөзде одан да маңызды меңгеруші мен болып тұрмын. Бұл логикалық қателік болып табылады, бұл өз-өзімізге қарсы келу болып табылады. Бұл мәселені, осы өз-өзіне қарсы келу мүмкіншіліктердің, осы мәселені шешудің бір ғана жолы бар. Екі жолмен, тағы басқа жолдармен шешуге болмайды, тек қана бір ғана қағидаға бағынуымыз керек болады. Ол қандай? Ол таңдауымыз керек болады. Немесе клиент, тұтынушы ең маңызды адам, немесе ең маңызды адам емес, осы жерде шешіп алуымыз керек, таңдап тұрып. Немесе менің меңгеруші ретіндегі ойым жаңағыдай клиенттің ойына, клиенттің қалауынан қарағанда маңызды емес, немесе маңызды, осы бір таңдап бір нақты бір шешім алып алуымыз керек, және сол шешіммен өзіміздің кейсімізді құрастыруымыз керек, және бір-бірімізге сөздеріміз бір-біріне қарсы келмейтіндей болу керек. Қорытындылай келе, бізде аргументке байланысты 5 өлшем бар. Егер осы барлық 5 өлшемді сақтайтын болсақ, біздің аргументіміз шындыққа сәйкес болады, дәл қарар көрсететін мәселені ең тиімді жолмен жүйелі түрде шешетін болады. Егер де осы өлшемдердің бірі сақталмай қалатын болса, біздің аргументіміз дұрыс жұмыс жасамайтын болады, және біздің мәселеміздің шешу мүмкіншілігіміз азаятын болады. Егер біздің мәселеміз шешілмейтін болса, біздер алдымызға қойып жатқан мақсатымызға жетпейтін боламыз. Біздер өзіміздің алдымызға қойған мақсатқа жетпейтін болсақ, раундта, ойында жеңіліп қалу мүмкіншіліктеріміз ұлғаятын болады. Сол себепті осы 5 өлшеммен өз аргументімізді тексеріп, осы өлшемдер бойынша жұмыс жасауға тырысу қажет болып табылады. Барлығына рахмет.